Алматылық әйел қызымды 11 жасынан бері зорлаған туған әкесі жауаптан құтылып кетеме деп қорқып отыр. Себебі осыған дейін ашылған істі тергеушілер тоқтатып тастаған дейді. 20 жыл отасқан жолдасынан мұндайды күтпеген келіншек сұмдық жағдай бір емес, бірнеше рет қайталанғанын айтып отыр. Осыған дейін ұрып соққан күдікті енді қос балапаныма зиянын тигіземе деп алаңдаулы. Көңілі бір күнде алай-дүлей болған ананың жүрегінде қазір жазылмастай жара қалған. Карантин кезінде өзі тіршілік жасап, күнкөрістің қамына кіріскен әйел күйеуінің 9 ай бойы үйінде қыздарымен қалғанын айтады. Әуел баста әке мен қыздың арасындағы кикілжіңдердің төркінін түсінбегендіктен қатты мән бермеген. Кейін шыдамаған қыз білім ордасындағы ұстазы мен психолог қайтыпты. Нақты 4 рет зорланғаны есінде бар, 5-шісі ұйықтап жатқаннан кейін шала есінде ғана бар. Кенже қызым қайтадан үйде жалғыз өзі қалады. Сол кезде бұл қолынан ұстап, ұйықтап жатқан жерінен қолынан ұстап далаға сүйреп шығарады. Есіктің алдында монша бар. Есіктің алдында моншаға кіргізіп, есігін ішінен іліп ап, душтың несін суын қосып, естілмесін деп, бұны артқы мүшесінен зорлайды. Қолын қайырып тұрып. Алғашқы жолдасынан ажырасып, екінші күйеуімен 20 жылға жуық уақыт отасқан екен. Екі қыз бір ұл тәрбиелеп отырғанбыз деген әйел үлкен қызына да туған әкесінің қолы тиген деп отыр. Бірақ осыған дейін жазылған арызды тәртіп сақшылары дәлелсіз деп маусым айының соңында тоқтатқанын жеткізді. Ал күдікті азаматтың қорғаушысы әзірге нақты ештеңені кесіп айта алмаймын дейді. Оны дәлелдейтін тергеу органдары дәлелдеу керек. Бірақ қолдағы бар материалдар экспертиза бойынша ешқандай дәлелін тапқан жоқ. Прокурор 10 күнде сол қаулының тергеушінің заңды емес екенін тексеріп, істі. Содан кейін соны ұстау керек, не қайтадан қайтару керек. Ал бала құқығын бірнеше жылдан бері қорғап жүрген заңгер Кәмшат Есмұхамбет қызы заңды күшейтіп, тіпті ату жазасында енгізуді қолдайтынын жеткізді. Бейкүнә балалардың өмірін күл-талқан еткендердің арасында ортаға бейімделе алмай өзге балаларға қорлық көрсететіндердің көп екенін айтады. Бұдан бөлек құқық қорғау органдарының педофилдерді бостандыққа шыққаннан кейін бақылауда ұстамауы да бірден бір фактор деп отыр. Оларға ату жазасын берілу керек деп өзім ойлаймын. Себебі ол бірінші әрекетінен ешқандай сабақ алған жоқ, ешқандай қоғамға бейімделген жоқ. Және біз айтамыз, ауқымды түрде айтылу керек. Мына педофилдер бостандыққа шығып жатыр. Оларды бақылап отырған бізде бір құқық қорғау орган жоқ. Ал Алматы қаласының полиция департаменті Алатау аудандық полиция басқармасы істі екі бірдей бап бойынша тіркегенін айтады. Қылмыстық кодекстің 120 бабының 4 бөлігі, яғни бірнеше рет зорлау фактісі бойынша және 124 баптың 2 бөлігі ата-анасы азғындық жолға түсіру бойынша тергеу жүріп жатыр дейді. Ал екі балапанының қорланғанын білген ана енді істің әділ өтуін сұрап отыр. Бауыржан Жақсымбет, Сергей Шуйский, Информбюро.